Саламатсыздар. Бүгін сіздерге тағы да қазақ тілді басылымдардың ішінде балаларға арналған Балдырған журналын сіздерге айтып өтейін. Осы таныстырып, Балдырған журналы жалпы бүгін айтатын боламын. Балдырған журналының тарихы. Кімдерге арналған ол, оның ішінде не бар? Мына қараңыздар. Балдырған журналы мына. Осы Балдырған журналы сіздерге таныстырып кетемін. Енді тарихына келетін болсақ, бұл Балдырған журналының тарихы сонау Совет өкіметі кезінен бастап 1958 жылы ең алғашқы шілде айынан бастап ай сайын қазақ тілде шығатын балаларға арналған журнал шыққан. Оның ең алғашқы редакторы болып біздің Мұзафар Әлімбаев деген ақын жазушы ағамыз осы журналды алғашқы бас редактор болған. Одан кейін біздің көптеген Тұман Молдағалиев, жаңағы балалардың жазушылары, ақын жазушылары осы Балдырғанға өздерінің шығармаларын, өлеңдерін, тақпақтарын, әңгімелерін шығара бастаған. Сол кезден бастап қазіргі күнге дейін, яғни ай сайын шығады. Енді ол Балдырған кімдерге арналған? Бұл әрине біздің қазақ бүлдіршіндерімізге, балаларға 4 жастан бастап балаларға арнайды. Мына 4+ деп тұрғаннан кейін бұл 4 жастан бастап оқуға болады. Мысалы, бұл түрлі түсті форматта байқаған шығарсыздар. Мына түрлі түсті, беті көп, беті 45-48 бетке дейін, кейбірде одан да қалың, 50 бетке дейін шығады. Бұның ішінде, яғни бұл мектепке дейінгі балаларға, мектеп жасындағы балаларға да болады оқуға. Енді оның ішінде не бар деген келетін болсақ, бұның ішінде балаларға танымдық дүние танымның тану үшін, оқу үшін, жалпы баланың зейінін көтеру үшін, өзін жаңағы жан-жақта айналасындағы болып жатқан тезірек тану үшін, оқу білім үшін бұл журналдың берер көмегі өте зор. Бұның ішінде ертегі де бар, әңгіме де бар, жұмбақтар, жаңылтпаштар, тақпақтар, әртүрлі жаңағы жұмбақ өлеңдер бар ішінде, әңгімелер де бар, боямақтар да бар, және скамбордтар да бар ішінде. Сонымен қатар балалар өзінің жаңағы суреттерін, өзінің салған суреттерін, жақсы салған суреттерін, сонда талантты болатын болса, осы журналға жібере алады. Комикс те бар ішінде. Енді бұл журнал балаларға не береді? Қандай білім береді деген келетін болсақ, балалар оқыған кезде өзінің мына ойлаған ұшқыр ойларын, талантын аша алады. Оқи да алады. Мысалы, оқымаған, 4 жастағы бала оқи алмайды ғой. Бірақ оны қалай оқиды деген келетін болсақ, ата-аналары бірге оқып, осы журналмен бірге айналысатын болса, бұның берер көмегі баланың ұшқыр қиялын самғап, неше түрлі қиял ғажайып ертегілер бар, ішінде мына жұмбақтар бар арқылы оның ой дамыту өрісін кеңейте алады. Яғни санасын, ойлау санасын кеңейтіп, осы журналмен өзінің талантын ашы балаға мектепте жақсы оқуына, өзінің шығармашылықпен айналысуына, баланың өзінше, өзін тануына көптеген төбеліктері бар міне. Сондықтан табиғат туралы Қазақстанымыздағы шекелмес мүйісі дейді. Яғни біздің тау қыраттарымыз бар, сондай бір қасиетті жерлеріміз туралы, сондай қыраттар бар міне. Осы жерлер туралы да мәлімет береді балаларға. Өзінің туған жері болсын, сондай бір ерекше жерлер болады ғой, сондай жерлерге туралы, сол туралы да мағлұмат алып бере алады. Яғни ата-анасы осымен бірге айналысатын болса, Берік Соқпаевтың әңгімесі бар екен. Ағаштар неге ашуланды дейді міне.
ағаштан неге ашуланды. Мұны осы ертегі әңгіме ретінде бірге оқыса, балалар бірден оқи алмайды ғой. Бірге көмектесіп, сол балаларға бірінші оқып беріп, кейіннен өз оқыс дейтін болса, көрсетіп қалай оқу керек екенін, осы журналды өзі досы болады, досына айналады осы журнал. Қандай кез келген жерінде ашып, өз қайта-қайта қарап, қайта-қайта ашып, суреттерін көріп, мына әртүрлі түсті суреттерін, балалардың суреттері бар, өз қатарлы мысал. Осындай түрлі түсті ешбір бізде бұдан теңгелер балаларға қазіргі уақытта журнал жоқ. Осы журнал туралы айтып кеткенім осы. Яғни осы журналдарды алам десеңіздер, маған хабарласыңыздар, немесе комментарий жазыңыздар. Лайк басыңыздар, комментарийға өз ойларыңызды, сұрақтарыңызды, қай жерден алуға болады деген сұрақтарыңызды барлығын маған жазыңыздар. Мен сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын.